Балалардағы артық салмақ, қимыл қозғалыстың аздығы және дұрыс тамақтанбаудан болады. Әдетте олар зиянды тағамға әуес. Ал біз қазір диетолог Гүлбала Есенбек қызымен бірге баланы дұрыс тамақтануға, пайдалы тамақтануға үйретудің қарапайым әдістерін көрсетеміз. Бастаймыз ба? Бастайық. Баланы дұрыс тамақтандыру үшін міндетті түрде бірінші кезекте 2 стакан немесе ең болмағанда 1 стакан жылы су беруіміз қажет. Айтып жатамыз, менің балам жылы су ішпейді, мүлдем су ішпейді таңертең деп жатамыз, ештеңе етпейді. Егер су ішпейтін болса, жай ғана кептірілген жемістерді қайнатып, үстіне балғын жемістерді салып, осылай ұсынсаңыз, өте дәмді сусын шығады. Соны міндетті түрде беру қажет болады. Мына сұлы ботқасы осы тұрысында тіптен тәбет ашарлықтай емес. Енді осыны біз әсемдейік. Әртүрлі жануарлардың мүсінін келтірсек болады. Жай ғана сұлыны суға қайнатып алдық, және де дәм беру үшін азырақ сүт қостық. Болды, ешқандай қант, тұздың қосудың қажеті жоқ, онсыз да өте дәмді болады. Өйткені құлпынайлардың құрамында клетчатка бар. Клетчатка да біздің ағзамызда міндетті түрде таңғы аста болу керек. Және де сүттің құрамында май бар, пайдалы май бар. Екінші таңғы асымызға өтетін болсақ, сіз маған көмектесіп жібересіз ғой, иә? Мінекей, мына қара нан. 2 қара нанға міндетті түрде біз бетіне қаймақ жағып аламыз. Қаймақ 15-20% майлылықпен жарайды. Міндетті түрде әдемілеп тұрып, шашы, мына аузы, аузын қойыңыз, мен былайынан аузы, мына көздері 2 қызанақтан жасалған. Көздерін қойып шығыңыз. Бұл жерде қара нан, ол күрделі көмірсу. Біздің балаларымыздың ағзасына да, біздің ағзамызға да таңғы аста міндетті түрде күрделі көмірсу болу керек. Қаймақ көріп тұрғандарыңыздай, қаймақ ол пайдалы май және де ақуыз. Оның құрамы да өте ақуызға бай болғандықтан, ол да біздің балаларымыздың ағзасына өте пайдалы. Ал енді Айжан, сіз мысық дайындаңыз, мен тышқан дайындайын. Ол үшін бізге хлебцы қажет. Екеумізде 2 хлебцы. Бұның құрамында хлебцы, яғни ол бізде күрделі көмірсу, пайдалы. Құрамында ірімшік пен қаймақ, ақуызға және де пайдалы майға бай. Біз пайдалы әрі қызықты таңғы асымызды жасап болдық. Енді Гүлбала Есенбек қызының қызы Тамиристен сұрағымыз келіп тұр. Тамирис, айтшы, қандай тағам таңдағың келіп тұр? Көрсетші, қайсың таңда? Мынаны ма? Тамирис осы әдемі таңғы асымызды смайликтерді таңдады, ал сіздің балаңыз не таңдайды екен? Көріңіз.